Баршаңызға сәлем, мен сіздерге бүгін ешқандай қоспасыз, химикаттарсыз табиғи қазақша маргаринді қалай жасалу керек екенін көрсететін боламын. Бұл маргаринді сіз самса қаттама жасағанда ортасына қоссаңыз, қатпарлары өте керемет болып шығады. Ал егер де бауырсақ жасағанда қосатын болсаңыз, сұйық майға араластырып, бауырсағыңызға ерекше дәм береді қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеомды соңына дейін көріңіздер. Бізге осындай ішек майлары қажет болады. Бұл жерде 3 қойдың ішек майы мен жинап, морозилникке жинап, кейін барып көбейген кезде осылай май жасап аламын. Бұл ешқандай да қойдың құйрық майы емес, қыздар, кәдімгі ішектің сыртында тұратын іш май деп аталынады. Енді бұны мен барлығын 4 бұрышты етіп турап алдым. Негізі мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Ол кезде қалдықтары негізі аз шығады. Ал мен сіздерге қалдықтарынан да не жасау керек екенін YouTube арнамда көрсететін боламын. Сондықтан да мен үлкендеу етіп турап алдым. Турап дайындап алғаннан кейін бұны отқа қоямыз. Оттың астын қатты қоюдың және жай қоюдың қажеті жоқ. Орта отта қойып, кішкене астын араластырып тұрып, осылай астынан майын шығарып аласыздар, қыздар. Қай кезде дайын болады? Ана қалдықтары сіздерге қып-қызыл болып қуырылғанша, қып-қызыл болып піскенше қуыра бересіздер, қыздар. Мына видеода көрсеттім. Солай дайын болғаннан кейін мына бетіндегі майларды бөлек аласыздар. Мен айтқанымдай бұл затта не пісіруге болатынын мен видеода көрсететін боламын, қыздар. Міндетті түрде YouTube арнама жазылып алыңыздар. Және осыларды бөлек сүзіп алып, қалғанын басқа ыдысқа құйып суыттым, қыздар. Бөлме температурасында сақтасаңыздар, немесе морозилникте сақтасаңыздар болады. Өте тоңмай болғандықтан өте тез қатады. Міндетті түрде жасап көріңіз.